Облыстық тарихи өлкетану мұражайынан мемлекеттік қызметкерлерге арналған бұрыш ашылды. Шараны мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті мен музей қызметкерлері бірлесе ұйымдастырды. Онда ел басқарған азаматтардың фотолары мен деректерінен бастап түрлі жәдігерлер қойылған. Музейдегі бұрыш үш кезеңге арналған. Бірінші Алаш арыстарының дәуірі, екінші Кеңес үкіметінің кезеңі, үшінші тәуелсіздік алған жылдардағы тарихи бөлімдер. Ал бүгінгі Қазақстанның бастауында еліміздің мемлекеттік тұрғыда іргетасын қалаған Алаш арыстары дейді департамент басшысы. Біріншісі жаңағы Алаш орда қайраткерлерінен бастадық. Олар енді өздеріңіз білесіздер, баяғыда автономды Қазақстан мемлекетін құру туралы мәселе көтеріп сол жолда күрескен азаматтар. Ол әрине бірінші кезекте мемлекеттік қызметке байланысты деп санаймыз. Сондықтан да сол кісілерден бастадық бірінші кезеңде. Биыл мемлекеттік қызмет органдарының құрылғанына 20 жыл. 23 маусым мемлекеттік қызметкерлер күні. Бұл шара да осы мерейтой аясында ұйымдастырылды. Мұражайдағы ашылған бұрышта музей мұрағатындағы жәдігерлер мен тиісті мәліметтер жинақталған. Сондай-ақ бұл орыннан ел басқарған азаматтар жайындағы материалдарды да кездестіруге болады. Болашақта аталмыш бұрыш кеңейтіліп, құнды тың деректермен толықтырылмақ. Бұл жерде енді архивтен алынған Алаш орда үкіметіне байланысты фотосуреттер, архивтен алынған құжаттар және кеңес дәуіріне қатысты фотосуреттер, құжаттарды көруге болады. Шараға қатысқан тарихшылардың пікірінше, еуропалық үлгідегі кәсіби толық жасақталған мемлекеттік құрылымды алғаш Алаш арыстары бастап құрған. Сондықтан әрбір ел азаматы болашақ ұрпақ Алаш орда үкіметінің тарихынан толық хабардар болуы міндетті. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.